Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сүзбелі пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирогты менің жасап жүргеніме 2 жылдан асты. Дәмі өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шығады. Керек заттардың барлығын описаниеге қалдырып кеттім. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын жасайтын боламыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқыш және сары майымызды салатын боламыз. Бұл жерде біздің сары майымыз 72%-тік және холодильниктен алынған болу керек. Бөлме температурасындағы май болмайды. Осылайынан қолымызбен араластырып крошка жасаймыз. Одан кейін қантымыздың үстіне жұмыртқамызды салып, венчикпен екеуі біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз да, ұнымыздың үстіне құйып, қолымызбен жақсылап қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Егер де қамырларыңыз қолға жабысып жатса, оны холодильникке пакетке салып, 20-30 минутқа қойып алсаңыздар, қолдарыңызға жабыспайтын болады. Одан кейін қамырымызды алып, осылайынан ыдысымызға салып, әдемілеп форма жасап шығатын боламыз. Менің ыдысымның диаметрі 24 см. Астына фольга немесе пергамент қағаз салсаңыздар да болады. Одан кейін стаканмен осылайынан түбін әдемілеп шықсаңыздар болады. Одан кейін салмасына кірісетін боламыз. Мендегі творог, ол үйдің қолдың творогы. Яғни, егер сіздерде осындай творог болса, оны міндетті түрде блендермен езіп алыңыздар. Блендер болмаса, миксермен езіңіздер. Ал егер сіздердікі ұнтақ болса, онда езудің қажеті жоқ. Творогымыздың үстіне жұмыртқамызды, қантымызды және 2 ас қасық сметанамызды қалауыңыз бойынша ванильный сахар қосып, барлығын блендермен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мінекей, бізде дәл осындай масса шығу керек. Одан кейін қамырымыздың үстіне алып, жақсылап жайып, біркелкі қылып қасықтың көмегімен реттеп шығатын боламыз. Бетін қалауыңыз бойынша сәндесеңіздер де болады. Клубника, болмаса варенье, малина қойсаңыздар болады. Менде үйде малинаның вареньесі болғасын, малина қойып шықтым. Қызып тұрған 200 градус пеште 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Дәмі өте дәмді болады және жұп-жұмсақ болады. Менің рецептім сіздерге ұнады деген үміттемін. Сіздермен болған Гүлзада. Сау саламатта болыңыздар.